Қазақ тарихында елінің тағдырына, мәдениеті мен біліміне өлшеусіз үлес қосқан тұлғалар өте көп. Солардың ішіндегі шоқтығы биік 5 ұлы тұлға туралы қысқаша мәлімет. 1. Абай Құнанбайұлы 1845-1904. Ұлы ақын, философ және ағартушы. Абай қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы. Ол өлеңдері мен қара сөздерінде халықты білімге, еңбекке және адамгершілікке шақырды. Оның шығармалары қазақ руханиятының темірқазығы. 2. Ахмет Байтұрсынұлы 1873-1937. Ұлт ұстазы, мемлекет қайраткері, лингвист. Алаш қозғалысының көшбасшыларының бірі. Ахмет қазақ әліпбиін жасап, алғашқы оқулықтарды жазды. Қазақ газетін шығарып, ұлттың оянуына, ана тілінің сақталуына зор еңбек сіңірді. 3. Шоқан Уәлиханов 1835-1865. Ғалым, саяхатшы, этнограф. Шоқан есімі әлемге танылған тұңғыш қазақ ғалымы. Ол Орта Азия мен Қазақстанның тарихын, географиясын зерттеп, Қашғарияға жасаған сапары арқылы әлемдік ғылымға үлкен жаңалықтар әкелді. 4. Әлихан Бөкейханов 1866-1937. Алашорда үкіметінің төрағасы, саяси қайраткер. Қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіру жолында күрескен ұлы тұлға. Ол бостандыққа апаратын жол, бірлік қана деген ұранмен қазақ интеллигенциясының басын біріктіріп, ұлттық мүддені бәрінен биік қойды. 5. Қаныш Сәтпаев 1899-1964. Академик, геолог, ғылым ұйымдастырушы. Қазақ КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті. Ол жезқазған мыс кенін ашып, Қазақстанның индустриялық қуатын нығайтты. Қаныш қазақ ғылымын әлемдік деңгейге көтерген тұлға. Бұл тұлғалардың әрқайсысы қазақ халқының мақтанышы әрі болашақ ұрпақ үшін өшпес үлгі өнеге.